Сәлем достар, көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ-10 назарларында. Жігіттер, 23 ақпанға тарақ алып мұңайып жүрсіңдер ме? Көңілдеріңді түсірмеңдер. Алда 8 наурыз бар. Сол кезде күшлеп ақыларыңды алсаңдар болады. Ал оған дейін үздіктерді көріп таста. Көңілің көтерілетіні сөзсіз. Алдымен үміткерлерге тоқталсақ, біріншісі әппақ жігіт Нұржан Керменбаев. Жуырда әнші Қарабала атты су жаңа бейнебаянын жарыққа шығарды. Аталмыш туынды «В поисках мамы» фильмінің саундтрекі ретінде таспаланған. Картина немесе бейнеклип ұнап жатса, үздіктер қатарына қос. Екінші үміткер әнді жай сызылтып, асықпай, байыппен бір сөзбен айтқанда арбыңдап айтатын Ғалымжан Молданазар. Әнші белгісіз біреуді жаным сол деп еркелетуде. Кәдімгідей өзіңе қабылдап мәз болып отырсаң, Gakku.kz сайтына кіріп лайк бас. Шеруімізді ашқан рингологтардың қарындастары Аюми. Достар, үштік елге оралды. Енді аяқтарыңнан асып қою мүмкін. Сондықтан лайк басуға асығыңдар. Әйтпесе сен емес пе, маған дауыс берем деген деп, райондағы жігіттер секілді әңгіме айтады. Ашуланып саған әндетіп тұрады дейсің бе? Ойлан тезірек. Құрметті иглыздары, Айри егер үздік-үштікке көтерсеңдер, футболканы қайта тігіп бейнебаян түсірем дейді. Мұндай ұсыныс қалай? Ұнайды ма? Ұнаса дауыс беріңдер. Өйткені әнші 9-шы орында. Шеруімізден шығып кетудің сәл-ақ алдында тұр. Құздан итергенше, қол ұшын бергендерің абзал. Аюми мен Айриден мөлдір Бақытжан қызы жоғары орналасты. Әнші расымен де қос өнер иелерінен биік тұруға лайықты. Тіпті алтын таққа отырса да жақсы болар еді. Өйткені ұнатам деген хит әні бар емес пе? Егер расымен де ұнап жатса, аянбай дауыс беріңдер. Негізі бұл сөздерді жақында Шардараға барып жатқан соң айтқам ғой. Сақтықта қорлық жоқ. Үнемі көңілді жүретін Айқын Төлепбергеннің ең қайғылы бейнебаяны бүгін киелі 7-ші орынға жайғасты. Пақ-пақ деп жүрген әншінің бұл жолы әйелін пақ еткізді. Тура маңдайынан атты. Кейін есінен танып қалды. Айтпақшы, танымайтын адам шомылдырып жатқанда қалай үндемей отырады? Ей, жарай, бас қатырмайынша, одан да бейнеклип көрейік. Күндер сыйлаған сырға тағындым, қызғаныш лаулап сені сағындым. Жалғыз құлазып жүрмін жаным, болшы нұры сен атар таңымның. Басқа сезімге бірақ бағындым.
үлкендер тойға кетіп бара жатқанда ала кет деп жылайтын едік қой. Дәл солай Жанар Дұғалова да көзінен жас төгіп тұр. Әншіні бірақ ата-анасы емес сүйіктісі ала кетпепті. Тіпті махаббаттың мұңын да, сағыныштың үнін де тастап кетіпті. Қиын болды ғой. Жанар, не істейсің енді? Соған бола өртенбейтін шығарсың. Күнделігін арқалап, БН тобы бүгін қайта тұрақты 5-ші орынына жайғасты. Үштігі осылайша шеруіміздегі тепе-теңдікті сақтап тұр. Достар, осы бейнебаянды көргенде мектептегі алғашқы махаббаттарың естеріңе түсе ме? Менің де. Апай, қайда жүр екенсі? The Kitchen Songs-та тұрақты орыннан айырылар емес. Ол бүгін сол 4-шіде. Айтпақшы, осы бейнебаяннан кейін Азамат Сыздықов кітап шығаруы мүмкін. Қолындағы блокнотына біраз нәрсе жазыпты. Шығармасының аты «Сырласу» деп аталады. Оның ішінде би жайлы ешқандай сөз болмайды. Дәл бейнеклиптегідей. Достар, апта сайынғы шеруіміздің бүгінгі қола жүлде иегері бұйра шашты Асан. Рейстер лайндармен соғысып біткен секілді. Өйткені алға жылжу жоқ. Асанның тыңдармандары жеңілісі мойындайсыңдар ма? Меніңше әлде де тырысу керек сияқты. Егер сәл күш салсаңдар, озып кетулерің мүмкін. Сондықтан іске сәт. Сен барда менде бармын жаным сөнбей. Сен барда сезімімнің салам тербей. Жоғалтсам қайдан бақыт табам сендей, табам сендей. Әлемде жан жоқ саған ғашық мендей. Сенбесе кетер сезім тасып гүлдей. Жоғалтсам қайдан табам бақыт сендей, бақыт сендей. Тағыда не керек саған? Қызығы, 2-ші орында алдың болды. Алтын таққа жетуің мүмкін емес. Егілзарға қарсы шықсаң, арыстан мен қоянның төбелесі сияқты болып қалады. Сондықтан барып, біраз дайындал. Әлі ерте, барға қанағат қыл. Әйтпесе тіпті шеруімізден шығып кетуің мүмкін. Асықпай, ойлан. Үздіктердің үздігі кім екенін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Ал көзім жүгіріп қайт. Шеруімізді Аюми түйіндеді. Футболканы қайта тігуге келіскен Айри 9-да.
8-де алтын тақтың иесі Мөлдір. Неге сені ұнатамын, өзгелерге қарамаймын, кешірші деп жолбарам. 7-де мұңлы Айқын. болсын нұры сен атар таңымның, басқа сезімге бірақ бағындым. Мұңы мен сағынышы өзінде қалған Жанар 6-шы. Сезімімді неге ала кеттің, үмітім боп жанған, елесіңді неге ала кеттің, жанарымда қалған. 5-те күнделіктерін арқалаған БН. Тұмпақ көркемім еркексі, еркенің жолықпа қайғы мұңға. Болашақ жазушы The Kitchen Songs 4-шы. 3-те жеңілісін мойындаған Асан. Сен барда мен де бармын жаным сірімдей, сен барда сезімімнің салам сербей. Қанағатсыз Алайым 2-шы. Өмірге қалай сиям, жалғыздық маған зиян, қалдырма мені жалғыз, сезімді маған сыйла. Үздіктердің үздігі, жүректері тапталып, кеудесі өртенген 91. Жорда топтағы әлем мен баланың туған күндері өтті. Ал бүгін тағы да жеңімпаз атануда. Қос қуанышымен құттықтаймыз. Айтпақшы, сол күннен кейін батырдың құлағы салбырап қалыпты. Ештеңе етпес, игілзар бәрібір жақсы көреді сені. Әлі ақ бақытты болып кетесің. Жүрегім сені таңдады, күтуге тағы қалмады, армандап тағырмадады кел, өзіме сені тартамын мен. Қалай қарайсың? Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлданып отырсаң, тіпті шылағың келсе, онда оны өзгерт. Ол үшін Gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше.